WhatsApp, сендермен атын білмеймін каналы, және де бүгін атын білмеймін Майнкрафттың 6-шы бөлімін түсіретін боламыз. Сіздерге көп рахмет, каналға тіркеліп лайк басып жатқандарға қазірден бастап лайк басып отырыңыздар. Ал бүгін біз жаңадан міне мектепті жалғастыратын болса алдын айтқам 50 лайк деп, бірақ мен ерте түсіріп жатырмын. Бірақ 50 лайк болғанда осы видеоны шығаратын боламын. Бірақ білмеймін уже қазір мен көрген жоқпын қанша лайк. Бірақ шығарамын бәрібір де бұл видеоны. Такс, міне осы алдында бөлімде айтып еді, мектептің алдында ойын ойнайтын сондай жер. Ал бүгін мен мектептің сыртына еще осындай міне типа газон, тоже футбол ойнайтын сияқты. Бірақ бұл спорт залдың ішінде емес, мынау далада болады. Дала жаңбыр жауып тұр біртүрлі. Міне мынау не деп отқан шығарсыздар, мынау міне осындай стекло, бірақ үлкейтуі мүмкін қазір. Андай даладағы нелер де болады ғой. Осындай жасыл немен үлкен болып қоршап тұратын сондай. Мына міне сол жері поляны бұл кішкентай қыла саламыз. Бұл далада болғандықтан басқа да бір не салу керек. Міне мен өзім салып жатырмын. Бірақ ана біздің бір көрерменіміз айтты, міне экранда аты тұрады. Сол айтты, үй салсаң, бірдеңе салсаң, короче, соны түсіріп отыршы деп. Бірақ мен оны көп ниетім келмейді, өйткені ол ұзақ уақыт алады. Сол үшін, бірақ мен подписчиктердің айтқанын орындаймын, сол үшін де түсіретін боламын. Енді солай хотя бы жартысын осылай түсіріп отыратын боламын. Түсіріп отырам солай жартысын. Не, қазір осылай. Не көріністер ғой, осылай саламыз. Бұл негізі қиын деп айтты, бірақ мына стекло қоямыз ғой осылай. Сол қиын, маған ұнамайды. Стеклоны қойғанда маған ұнамайды. Так, не, мен кішкентай болып қалды. Ну жарайды, ештен кетпес, далада ғой. Бәрібір. Мынау не кішкентай болып қалды. Ё-моё дегенде. Короче, мына жақ қалай болып қалған сонда? Мына жақ үшеу ғана болып қалған. Мына жақ төртеу, блин, қателесіп кеттім. Так, соны бар ғой. Қалай істесек болады? Давай, может, воротаны кішірейтсек, слишком кішкентай болып қалмай ма? Былай істеп көрейік. Қазір осылай істейік. Не, осылай. Ол нормально қой, мне кажется. Да, осылай бола берсін, а то уже түзегім келмейді. Түзеп жүргім келмейді. Сол үшін де осылай қақпаны осылай кішірейте саламыз. Нормально былай. Нормально. Так, сам мына жер дұрыс, осылай. Қалай еді? Осылай. Ана жерде нені қоятын боламыз. Міне осылай. Так, сосын тағы да лайк басып отырыңыздар. Сосын келесі бөлімдерінде түсіретін боламын. Смело лайк басамыз. Келесі бөлімдерінде осылай түсіріп отырам. Қалай жасағанымды. Ой-майо. Сөйлеп отырып. Көрдіңдер ме, қателесіп жатыр, мен сөйлеп бар ғой. Бұрында мен сіздерге асықпай салып барып видеоға түсіретін. Сосын сол үшін асықпай өзі салатын. Міне осы айтып тұрмын ғой, стекло қойғанда ұнамайды маған. Біртүрлі ұзақ уақыт алатын сияқты, еще қоя алмай қалады кейде. Екінші, үшінші қатарларын істегенде қиындау болады. Сол үшін істегенмейді. Мен ана поляның ортасын жасауға ұмытып кеттім. Сіздер айттыңыздар ғой, короче, ана поляның ортасында вертолет қонатын сияқты деп. Бір-екі адам айтқан, соны зүйін жеген, бірақ уже ой, блин. Анда көрініп тұр ма? Блин, мына жер тесіліп қалды. Ашылып қалды. Сондай вертолет қонатын сияқты болып тұр. Аш деп, бәрі бізге. Бұл Майнкрафт.
анда тағы да стекло қойып, міне осы ұнамайды, міне осындай болып жаман болып қалады стекло қойғанда. Так, короче, мен стеклоны до конца осы көтеріп тастағанша видеоны пауза қойып істеп тастаймын. Так, достар, міне мен уже терезе стеклоны қойып болдым. Міне еще тағы бағана мынандай үш қатар болып тұрды, ал енді мен тағы да 4 қатар қылып істедім. Осымен пока что осы нормально, мен сіздерге көрсеттім қалай салынғанын. Сосын мына жерге типа воротан андай несі салмаппын, өрмек шынтыры. Бірақ оны келесі бөлімде салатын боламын. Келесі бөлімде барлығын көрсетемін. Так что осы видеоға да көп лайк жинап тастайық. Көп лайк, сосын каналға подписаться етіңдер. Сосын тағы да келесі бөлімде баскетбол алаңы, еще не мысалы саябағындай турник, качеля, ну типа сондай ұқсайтын нәрселерді салатын боламыз.